Бүгін біз сіздермен құймақ жасаймыз. Оған осылайынша. Оған керекті заттар: 1 стакан ұн, 3 жұмыртқа, 0,25 грамм қант, азырақ тұз, ас содасы, 1 стакан сүт қажет. Нан сот саламыз. Азырақ оны араластырамыз. Азырақ қант. 3 қасық қант саламыз. Қамырымызды дайындау үшін жұмыртқаны осылайынша жарып, ұнмен араластырамыз. Жылтып қойған сүтімізді дайын етіп, артынан оны сүтімізді араластырамыз. Сүтті құйған кезде оны жақсылап араластырамыз, себебі ұндар түйіршік болып қалмауы керек. Дайын болған сұйықтығымызды қызып тұрған табаға жақсылап пісіріп аламыз. Бүгін біз дайын болған құймақтардың бетіне қаймақ жағамыз. Әркім өз қалауы бойынша творог немесе варенье жақса да болады. Ал біз бүгінгі видеода сіздермен бірге қаймақ жағатын боламыз. Бетіне қаймақ жағып болғаннан кейін дайын болған құймақтарды видеодағыдай дәл осылай бүктейміз. Жақсылап бүктеп бәрін қойып болғаннан кейін біз олардың бетіне сәндеп малина қоямыз. Видеоға лайк басып, тіркеліп, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!